Әрбір жеке бала ол өзінше өмір. Оның түсінігі, сенімі, көзқарасы, қызығушылығы бірдей емес. Сондықтан да тәрбие процесінде балалардың дара ерекшеліктерін ескерудің маңызы зор. Осы талаптарды орындау мақсатында мен сынып сағаттарын дәстүрлі емес формада өткізудің жолдарын іздестірдім. Мақсатым тәрбие сабақтарында оқушыларды тек тыңдаушы ғана емес, сол сабақты ұйымдастыруға және өткізуге қатысушы ретінде қалыптастыру. Бұл оқушылардың қабілетін ашуға, өзіне сенімін қалыптастыруға, шығармашылыққа бағыт алуына көмектеседі. Оқушылар өз қалауы бойынша жас актерлар, суретшілер, жас журналистер, ойшылдар топтарына топтасады. Білім алушыларға алдын ала өтілетін тақырып хабарланады. Олар сол тақырып бойынша дайындалып келеді. Ойшылдар орталығындағы оқушылар осы тақырып бойынша қызықты тапсырмалар дайындайды. Суретшілер тобындағы оқушылар сол күнгі тақырып бойынша сурет салады. Жас актерлар тобындағы оқушылар тақырып бойынша білетін өлең, әндерін немесе бірігіп көрініс дайындайды. Жас журналистер тобы сұрақтар әзірлеп, эссе жазады. Осындай формада өтіп жүрген «Дос болайық бәріміз» тақырыбындағы тәрбие сағатымды ұсынамын. Оқушылармен достық ұғымын қалай түсінетіндігін бақылау мақсатында күн шуағы ойынын жүргіздім. Достар сабырлы болу керек. Достар төзімді болу керек. Осы жұмыстан соң ойшылдар тобының дайындаған тапсырмаларымен жұмыс жүргізілді. Мынау мақалды сәйкестендіру. Дос сыртыңнан мақтар, дұшпан өзіңе мақтар. Суретшілер тобындағы оқушылар салған суреттерін түсіндірді. Енді балалар, үй тапсырмасын салып келген оқушылар өздерінің суреттерін түсіндіріп жіберсе, тақтаға шығып. Досты табу оңай, досты сақтап қалу қиын. Бұл жерде менің жан досым бар. Бұл менің жан досым. Бұл менің әрдайымда қасымда жүреді. Жақсы кездерде де және ауыр жерлерде де жүреді. Жас актерлар тобы Ыбырай Алтынсариннің «Жаман жолдас» ертегісінен көрініс көрсетті. Сенің қуаңнан аю не деп сыбырлап кетті. Жарты жолда тастап кететін доспен дос болмай деп айтты. Жас журналистер тобы достық тақырыбында жазған эсселермен таныстырып, интервью жүргізді. Сабақты шаңырақ тренингімен аяқтадым. Тәрбие сағатымыз соңына жетті. Дос жайында қандай ой түйдік? Өз ойымызды айтамыз. Осы жобаны жүйелі жүргізудің нәтижесінде оқушыларым мектепшілік аудандық іс-шараларда қойылымдар қойып, әнші биші оқушылар
түрлі аудандық, облыстық, республикалық байқаулардың жүлдегерлері атанды. Суретшілер де түрлі байқаулардан орын иеленді. Кенгуру, орыс қонжығы, бастау, зерде конкурстарында жетістікке жетті. Сынып сағаттарын жаңаша ұйымдастыру арқылы мен төмендегі ой тұжырымға келдім. Әрбір оқушы өзін өзі танып, өзіне деген сенімділігі артады, өзін өзі реттеуге қалыптасады. Оқушы бойында шығармашылық қабілеттер дамиды, мамандық таңдауға бағыт алады. Баланы өзіндік ізденіске жетелейді. Баланың функционалдық сауаттылығы артады. Сабақ процесіне жақсы ықпалын тигізеді.